Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қарамен қалай жазуға болады? Осы сұрақты бір әріптесім қойған еді. Енді соны мен көрсете кетейін. Міне жазудағы клавиатураға бассаңыз, мұнда жұлдызша тұр міне. Осы жұлдызшаны басасыз, сосын сөйлеміңізді жазасыз. Мысалы, сәлеметсіз бе, Алтынай ханым. Келе жатқан мерекеңіз бен құттықтаймын деп жазып болған соң, осы соңында, сөйлемнің соңында жұлдызша қоясыз. Міне, сөйлеміңіз қара болып боялды. Енді ана смайликтер қойсаңыз болады. Құттықтаймын дегеннен кейін смайликтер бір қойып қоямын мен өзімше. Осындай құтты болсын деген. Сосын жібере саласыз. Түсінікті деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Енді менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.